Ата-анамның тұңғыш перзенті едім. Соңымнан ерген 5 інім бар. Жалғыз қарындасым ол да тұрмыста. Өзім сұр бойдақ болып біраз жүрдім де, анамның қалауымен бір қызға үйлендім. Шүкір, жұбайым жаман емес. Анам өзі қалаған соң, екеуінің қарым-қатынасы кісіні сүйсіндірерліктей. Ал мен ол қызға деген көңілім пәлендей алып ұшып тұрмағанымен, анамның көңілін жықпай, оның үстіне үйленетін жастан өтіп бара жатқандықтан үйленген болатынмын. Әкем өмірден ерте озды. Оның орнын басатын 6 бірдей ұлы мен жалғыз қызы соңында қалды. Анама жаным ашығандықтан, үйдің ересегі болғандықтан, бауырларыма бас-көз болып, оларды жетелеп жүруге, жетілдіруге бар күш-жігерімді жұмсадым. Әскер қатарына алынып, оны абыроймен атқарып келген соң, інілерімнің өмірден өз соқпағын табуына жәрдем етсем деп ұйқы көрмедім. Қарындасым ол кезде кішкентай болатын. Жалпы, барлығымызды ата-анамыздың атына кір келтірмей, мектепте озат болуға тырыстық. Кейбір ұлдарға ұқсап, төбелеске, дау-дамайдың ортасында қалуға жанымыз қас болатын. Мұрты жаңадан тебіндеп келе жатқан боз бала шағымызда жанымызда жүрген достарымыз үгіттеп, талай теріс әрекеттерге тартса да, бауырларымды қайдам, өзім анамды ойлап бас тартатынмын. Тіпті осы мінезімді келемежге айналдырғандарға да пысқырмадым. Мен үшін бастысы анамызға артық машақат тудырмау болатын. Мектепті бітірген соң оқуға түсуге мүмкіндік болмады да әскерге кеттім. 2 жылдан соң анам мен бауырларыма оралып, мәре-сәре болып жатқанында менен 2 жас кіші інім оқуға түсемін. Сыныптастарымнан қалғым келмейді. Тіпті мектепте нашар оқыған Саматтың өзі әкесінің ақшасына сеніп оқуға бармақшы. Ал менің олардан қай жерім кем деп бір іліктің ұшын шығарды. Анамда оны ақылы оқуға түсірерлік те жағдай жоқ. Тіпті жол кіресінің өзін тауып беруі мұң болатын. Соған қарамастан, мен інімнің көңілі үшін, оның армандарын орта жолдан үзбеу үшін уәде бердім. Оның оқу ақысын өзім мойныма алатынымды, сол үшін жұмысқа орналасатынымды айттым. Қуанып кеткен інім сол мезетте алғысын жаудырып қатты қуанды. Мен анам мен бауырларымның қамы үшін жұмыс іздестірдім. Әрине, оңайлықпен табыла салған жоқ. Сонда да менің тауым шағылып, меселім қайтпады. Әкесіз қалғанымызда қалай қиналсам, бұл қиындықтар әлі де талай рет алдымнан шығатынына сенімді болғанмын. Содан әскерде бірге қызмет еткен жолдасыммен хабарласа отырып, жұмыс таптым. Ол өзі Қарағанды жақтың тумасы болатын. Сол жерде бір көкесінің жұмыс істейтінін және өзі де әскерден келе сала сонда орналасқанын айтты. Бос орын бар екендігін айтқанда қуанып кеттім. Күні бүгінге дейін мен сол жолдасымның жақсылығын ұмытпаймын. 1 айға деп ауылда пайызымен несие беретін кісіден ақша алдым да Қарағандыға жол тарттым. Алдымнан досым күтіп алды. Бірден оның жұмыс орнына, яғни әскери бөлімге барып, тиісті жерлерге кіріп шықтық. Менің жұмыс істеуге деген ынтам күшті болғандықтан болар, тілегім қабыл болып жұмысқа орналастым. Әрине, бастапқыда барлығы қиын болды. Сонда да әрбір істің басы қатты болса аяғы тәтті болады деп өзімді жігерлендіріп отырдым. Ал алғашқы жалақым қолыма тигенде өзімнің азамат екенімді, анам мен бауырларымның сүйеніші, әке орнын жоқтатпайтын тірегі екенімді сезіндім. Інім сол жылы оқуға түсе алмай қалғанымен, келер жылы құжаттарын тапсырып, әскери мамандықты игеріп шығуына атсалыстым. Інімнің оған қызығушылығы болмағандықтан заңгер мамандығына ауыстырды. Қолына диплом алып оқуын тәмамдап шыққанша мен үйленуді де кейінге қалдыра бердім.
Ал одан кейінгі інілерім маған салмақ салғысы келмей, өз күштерімен оқуға түсті. Сонда да оларға мен ағалық қамқорлығымды аямай, қаржылай көмек беріп тұрдым. Інілерімнің екеуі диплом алып, жұмыс істеп жатыр. Ал қалған екі інім мен қарындасым студент. Ең кенже інім ғана мектепті бітірген соң анама қарайлап ауылда отыр. Қарындасым студент болса да тұрмысқа шығып келін атанды. Менен кейінгі інімнің ойсыздығы ма, әлде шынымен де анамыз бен бауырларына жаны ашымай ма, бауырмашыл емес. Тек өз дегенімен жүріп тұратын болған соң ешкімнің де ақылына құлақ аспайды. Қолына диплом тиген соң жұмысқа орналасуына да мұрындық болып едім. Жұмысқа орналасқанына бір ай өтпей жатып үйленемін деп шықты. Анам болса алдымен ағаң үйленсін, сендер деп шапқылап жүріп үйленуді де кейінге асырып келе жатыр ғой. Оның көңіліне келеді, сәл қоя тұр дегенін тыңдамайтын сыңай танытты. Анам ашуланып, онда ағаңның рұқсатын ал деп маған жіберген беті екен. Менің алдымнан өтіп, рұқсатымды алу үшін келген айтқан оған мен де келісім бере қоймадым. Ол әлі үлгереді, ал менің жасым 30-ға таяды. Үйлену үшін де біраз қаражат керек. Ал інім өзі емес, тағы да маған арқа сүйеп отыр. Бір жағынан келіспеген себебім де сол. Анамның зейнетақысы ештеңеге жетпейді. 3 бірдей студент бауырым бар. Олардың да ұсақ-түйек қажеттіліктеріне қаражат тауып беру менің мойнымда. Ұсақ-түйек дегеніммен оған да айлық жалақымның 1/4 бөлігі ғана өзіме қалдырып, қалғанын түгелдей бауырларыма беремін. Інімнің үйленемін деп қылқылдап қоймауының мәнісі бар екен. Болашақ келініміздің аяғы ауыр болғандықтан келіспеуге амалымыз қалмады. Інімді үйлендіріп, анамыздың қолын жылы суға малып қоятын болдық деп қуанғанымыз да бекер болды. Олар ауылда анамыздың жанында 3 ай ғана болып, кейін қалаға көшіп кетті. Сол кезде үйде отырған інім жұмыс істеу үшін менің жаныма келген болатын. Қолымнан келгенше жәрдем етіп, кенже інімнің не мамандығы, не әскери құжаты болмағандықтан қарапайым құрылысшы жұмысына орналастырдым. Ол өз ісіне пысық болатын, жүзімді жерге қаратқан жоқ. Ол да жақсы табыс тауып, анамызға жіберіп отырдық. Өйткені анам ауылда жалғыз қалды ғой. Оны жаныма алу үшін қаншама рет айттым. Менің мұнда баспанам жоқ. Інім екеуміз пәтер жалдап тұрамыз. Ал анам ауылдан ешқайда кеткісі келмеді. Әкеміздің көзіндей болып қалған үйді қараусыз тастап кетуге де арыз жібермейтінін айтып, қара шаңырақта жалғыз отыр. Інім мен келінім жұмысты сылтауратып анамызды жалғыз қалдырып кетті. Қатты ренжісем де бауырыммен ат құйрығын кесе алмайды екенмін. Қайда жүрсе де аман болсын деп сыртта тілек тілеп жүреміз. Анамның осы күйіне алаңдап жүрген мен жұмысымды туған жерге ауыстырудың оңтайлы сәтін күтіп жүрдім. Мүмкіндік туған шақта жұмысымды туған өлкеме ауыстырдым. Қазір де жағдайым жаман емес. Ең бастысы, анамның көңілінен шыға алатын қызға үйлендім. Ол мені піріндей құрметтеп, айтқанымды екі еткізбей орындайды. Анамның алдындағы келіндік міндетінде қалтқысыз орындай біледі. Сондықтан да мен өзімді бақыттымын деп санаймын. Ал ініме деген өкпе ренішімді кеудеме ұзақ сақтамайтын едім. Бірақ ол өткен өмірін тез есінен шығарып үлгеріпті. Қалаға кетіп жұмыс істейміз деген мақсаттары орындалып, інім бүгінде беделді қызметкер атанып отыр. Әрине, бауырымның әрбір жетістігіне қуанамын. Оның осындай дәрежеге жеткені де өз еңбегінің жемісі шығар. Әйткенмен, мен сол інімнің әрбір айтқан өтінішін орындап, өзім оқымаған оқуды оқытып, өзіме қимаған киім мен тамақты соларға әперіп, алдымен өзімді емес, тіпті анамды да емес, інілерімді ойладым ғой. Солардың биік белестерді бағындырғанын қалап, өзімнің қолым жетпеген армандарға солар жетсінші,
әкемнің әруағы риза болсыншы деп таңды таңға ұрып тынбай еңбектенгенімнің өтеуі осылай қайтар деп ойламаған екенмін. Інім, келін екеуі 3 бала сүйді. Балалары үшін еңбектенді. Жылдан жылға табысы мен беделі жоғарылап, бір шама белестерді бағындырды. Ауылға ат ізін салуы да біртіндеп кеми түсті. Жұмысты сылтау етті. Қалада жүріп, әбден ақсаусақ болып қалған келініміз ауылға келгісі келмейді. Жазғы каникулда балаларын жіберіп тұрғанымен қарайып, күнге күйіп кетесіңдер деп 2-3 күннен артыққа жібере бермейді. Өзінің түбі қайдан шыққанымен жұмысы жоқ. Жазды күні ауылда шыбын көп болады. Олар нағыз микробтарды таратушы деп көсемсейді. Ал келініміз амалдың жоқтығынан ауылға келе қалса, келін екенмін демейді. Өзін қадірлі қонақша ұстайды. Оның алдында менің келіншегім абысыны болса да шай құйып, тіпті төсегіне дейін салып береді. Бір күнге ғана келгенде қонақ етіп күтейін. Бәрібір ол өзінің келіндік міндетін ұқпайды. Апамның да соған бола ренжігенін қаламаймын. Нәтиже шығаратын болса, осы күнге дейін бір нәтиже шығарар еді ғой. Одан да апамның ауырып қалмағанын тілейік. Онсыз да келініне сөзін өткізе алмай, қор болып отырған жоқ па деген келіншегімнің ақылдылығына риза боламын. Інімнің бала шағасына, отбасына ие болып отырған келініме мен не дей аламын? Алайда ол бұрын түсті мекендеп, өзіне үлкен болса да келіншегімді жеңгей деп емес, атымен атайды, сәлем салмайды. Менің өмірлік жарымды сыйламағаны мені де сыйламағаны ғой. Анам осыны қаншама рет айтып, түсіндірмек болғанымен санасына жеткізе алмады. Сол үшін араларынан ала мысық жүгіріп өтпегенін тілеген келіншегім барлығына үнсіз көніп отыр. Ал осындай абысынның болғанына қуанбайтын келін және өзі бірден биікке көтерілген інім талай рет қолтығынан сүйеп демеу болған ағасына, яғни маған көңіліме тиетін сөздерді айтқанда бауырым болғаны үшін кешірдім. Кеудесіне нан пісіп, мұрнын көкке шүйіргенде кісілігіне құрық бойлайтын ініме жақсы қызмет пен мансаптың, ақшаның буы әсер еткен болар. Өткенін де ұмытып, ертеңінің де не боларына көзі жетпесе де тым аз тамсып кеткендей. Ал ағалық ақылымды айтқан маған миығынан күле қарағанда өзімді кінәлі сезініп қалатыным, оның алдында төменшіктеп қалатыныма ызам келеді.